Өгіз, теке ham қораз. Ерте айым заманда бір өгіз, теке ham қораз үшеуі жолдас болып тоғайға барыпты. Жолда өліп қалған үш аңның кеуіп қалған үш терісін өгізге арқалатып кете беріпті. Тоғайды аралап жүріп кетірсе, алдынан бір бүктің астынан ұя кездесті. Ұяның аузы әдеуір тар екен. Сондықтан ұяға қораз менен теке кіріп кетеді де, өгіз ұяның аузына сыймай майданда қалып қояды. Қораз менен теке ұяға кіріп келсе, жолбарыс, қасқыр хам түлкі отыр екен. Олар қораз менен теке кіріп келуден ақ өгіздің майданда қалғандығын біліп, жолбарыс үш түрлі жеміт өз аяғынан жүріп жетіп келді деп мәз болды. Бұны естіген қораз, біздер тоғайға кіргенде тоғай төре біздерден алды теріге пұл алып еді. Үш терісін жолдан тапқан едік, үш терісі осы жерде екен депті. Сондан кейін түлкі қаулығып майданға шықса, ұяның аузындағы өгізді хам үш теріні көреді. Бұлардың айтқаны дұрыс екен деп, қайтып ұяға кірмей-ақ қашып өте шығады. Қасқыр да ұядан шығып қараса, үш терісі қасында, ұяның аузында өгіз жатыр екен. Бұл да бұлардың сөзі хақиқат екен деп қашу менен болады. Ең кейінінде жолбарыс шығыпты. Ол да өгізді хам тірілерді көріп болып, қарасын батырады. Солай етіп, қораз менен теке ұядан шығып, өгізге ойласады. Олар кетуін кетті. Мен білсем, олар көп болып келе жақ. Енді олардан қорғануымыз керек депті. Өгіз, теке хам қораз үшеуі қашып паналайтын жер іздейді. Бірақ ешбір пана жер таба алмайды. Соның арасында қораз ағаштың басына шығады. Ағаштың басына шығып қараса, жолбарыстардың көп болып кетіргенін көреді. Қораз дәреу жердегі теке менен өгізге теректің басына мініп керектігін айтып бақырады. Теке де дәрғыл ағаштың басына өрмелеп шығып кетеді. Өгіз не қыларын білмейді. Ең ақырында бұл да көп қиыншылықтар менен дарақтың бір кесе өшкен шақасына шығып алады. Ал жолбарыстар болса, бұлардың ізін қуып келе береді. Олары мінген ағаштың қасына келген жерде ізін жоғалтады. Қай жаққа кеткенін біле алмай хайранлар болады. Өзара ойласады. Сөйтіп, хайран болып ойласып тұрғанында түлкі тұрып, «Мен шалқанба жатып қарайман» деп шалғасына жатып қараса, қалтырап зордан тұрған өгізді көреді. «Әне көрдім» дегенше болмай-ақ, қалтырап зордан тұрған өгіз түлкінің үстіне құлап түседі. Сонда қораз тұрып өгізге, «Маңлайға қара, сен түлкіні ұслама, жолбарысты ұсла» деп қатты бақырыпты. Бұны көріп тұрған жолбарыстар алды-артына қарамай тым-тырақай болып қашады. Сол екен, қораз, теке хам өгіз үшеуі қауіп-қатерден құтылып, жанлары аман қалыпты. Диққатларыңыз үшін рахмет. Қарақалпақша ертекілер, яғни Мунирбек Мадримов.